Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Қазіргі таңда Қазақстанда кредитсіз адам жоқ шығар, соның бірі менмін. Енді мен сұрайын деп отырғаным, және бір номер звондап маған айтады да. Енді мен қазір просрочил болып отыр, мен кредиттерім, зайым да бар, кредит те бар. Енді сол маған бір коллектор ма білмеймін, біреу звондап маған айтады да, типа, сіз енді дипломсыз жұмыс жасай алмай қаласыз дейді. Және де ертең жәнегі пособияда ештеңе ала алмай қаласыз дейді. Сол рас па? Білмеймін, енді осы тиктокта заңгерлер нелер жүреді ғой, солар білсе комментарийға жаза кетіңіздерші. Ол рас па, өтірік па? Потом мына коллекторлар неге сіздер неше айтасыздар деймін да. Енді жағдайымыз болмағаннан кейін қазіргі таңда өздеріңіз білесіз, бәрі қымбат, өмір сүру қазір қиын, зарплата аз, и потом бәрі қымбат. Сондықтан енді сондай жағдайға түсіп қалған жайымыз бар, енді төлей алмай жатқан. Енді оны ақша болып төлей алмай жатқан жоқпыз ғой. Әркімнің жағдайы әрқалай. Енді оның артында үлкен бір себепкер тұрған шығар. Енді каждыйына жағдайыңды айта бермейсің ғой, бірақ та деймін да, сол коллекторлар неге деймін да, неше түрлі айтады деймін да. Мен айтып отырмын да, енді президентіміз айтты ғой, арестке қоюға болмайды, ана қоймасын деп айтты ғой десем, барып соны президентке Тоқаевқа барып айт дейді да. Жарайды. Содан кейін сөйтіп маған боғыңды илеп отырсың дейді, маған сондай сөз болған ма? Құдайым ау, олар да мысалы адам ғой, біз сияқты неше түрлі айтып жатыр да. Сондай адамдарға қандай заң қолданса болады? Жарайды, арестен шешпеймін, ренжімеңіз, осындай жағдай десе де, енді біз түсінеміз ғой, жарайды деп өше саламыз. Менің жағдайымды түсінбей жатып, менің сөзімді аузымнан шығармай жатып, уже неше түрлі айтып жатыр да. Білмеймін мен бұндай адамдарға не істеу керек екенін ше.